Қайырлы күн достар, сіздермен Асем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді итальяндық фукачча нан дайындаймыз. Ең алдымен біз қамырын істейміз. Оған ыдысымызға жылы суды құямыз, тұзымызды, зәйтүн майымызды, ашытқымызды салып араластырамыз. Одан кейін ұнымызды екіге бөліп саламыз. Қасықпен араластырып, екінші бөлігін саламыз ұнымыздың. Қамырымыз жұмсақ болу қажет. Жұмсақ қамырымызды қолымызбен біріктіріп илейміз. Біраз илегеннен кейін үстіне зәйтүн майымызды құйып, тағы да қамырымызды иіған қанша илейміз. Жылы жерге бетін жауып көтерілуге қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді бізге салмас қажет. Оған чери қызанағы, зәйтүн және шұжық, ірімшік, жалбыз жапырағын алдым. Қамырымыздың барлығын жинап, арнайы формамызға салып, майдың көмегімен қолымызбен тегістеп шығамыз. Бетін жауып, біраз көтерілуге қоямыз. Қамырымыздың бетіне май саламыз. Қамырымыз үлпілдек болып көтерілді. Енді осының үстіне салмамызды саламыз. Шұжық, зәйтүн, чери қызанағы, ірімшік және жалбыз жапырақтарын салдым. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Қызарғанша пісіреміз. Нанымыз пісті. Енді біраз суытамыз. Одан кейін сыртында қалдын шешіп аламыз. Иісі керемет, өте дәмді, үлпілдек. Сіздер де осындай дәмді нан дайындаңыздар. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.